Жалқау немере. Баяғы өткен заманда әжесі мен немересі болыпты. Әбден қартайғандықтан әжесі жұмыс істей алмайды, тек қана жата береді. Ал немере қызы болса, өте жалқау, еріншек болыпты. Көктем келеді, жұрттың бәрі тырбанып бір нәрсе егіп жатыр. Біз де ішіп жеуге бір нәрсе егіп алуымыз керек қой деп ойлайды да әжесі бұл ойының немересіне айтады. Әже, керегі жоқ, сен әбден қартайдың, күзге салың өлесің, сонан кейін бір мейірімді адам табылып мені асырауға алмас деймісің? Егіннің бізге не қажеті бар, дейді немересі. Сөйтіп олар егін екпейді. Күз де болады, жұрт егінін жинай бастайды. Әжесі өлмейді. Сөйтіп немере қызын ешкім тәрбиесіне алмайды. Бір күні көрші әйел келіп, әжесі мен немересін ішіп жейтін бір түйір наны жоқ екенін көріп, тым болмаса біздің үйге келіп шамалы тары алсам болмас па еді, дейді. Көрші әйел кеткен соң кемпір немересіне: қызым, барып бірер тостаған тары алып келсеңші, дейді. Бармай-ақ қойсам қайтеді әже, мүмкін оның тарысы жаман шығар, дейді немересі. Әжесі мен немересі қыс бойы ашығып өлудің азақ алдында болады. Енді күн жылып, жер қарайып, көктем басталысымен немересі жұмысқа шығып егін еге бастайды. Еңбектеніп керегі жоқ, керек не? Әжем болса әбден қартайды, өлуіне азақ қалды, ал сені біреу тәрбиесіне алады. Сендерге егіннің не қажеті бар, деп күледі көршілері. Қыз еш нәрсе деп жауап қайтармайды. Тек қана ол қыс азығыңды жаз дайында деген мақалды есіне